көңілін биік қойдың. Болды. Енді тоқта, мен айтып алайын, до конца айтып берсеңші, пожалуйста. Немесе Жанболат, сіз сенгіңіз келмейді. Қарлығашқа сіздің сезіміңіздің барлығы, жоқтығына бәрібір деген көзқарасқа сенгіңіз келмейді. Бәлкім сондықтан да сіз солай жасайтын шығарсыз. Жоқ, біз қазір жауап бергіңіз келіп отырған шығар содан кейін. Ондай емес, просто айтып атқан ешқандай орынсыз да бұл кісінің. Себебі сол эфирда да мен айтқан болатын. Қарлығаштың өзінен кешірімін сұрап, содан кейін сол сәттен кейін мен видеоны әлеуметтік желіден өшіріп тастадым дедім. Дұрыс қой. Барлығы солай болғаннан кейін бұл кісінің маған эфирға келіп қалай ренжиді. Бұл жерде ренжіген себебі мына сендер сияқты адамдар мына жерде екі-үшеу отыр, өкінішке орай. Орынсыз пікір айтады, орынсыз қыздың тарапына өтіп кетіп атқаннан кейін бұл кісі қатты ашуланып қалған болатын сол жерде. Айтмеген Балауса ханым, Жанболат, мен біріншіден кімге Қарлығашқа сұрақ қойып отырмын. Екіншіден Қарлығаш үшінші рет келіп отыр. Бұл кісіге эфир керегін айдан анық. Өйткені мына жерде хотя бы дым болмаса эмоция шығаратындай Қарлығаш біз көрген жоқпыз. Қарлығаш бостан-бос отыр. Сенің қатысып жүрген балаң, жігітің басқа өзінің бывшайсымен кездесіп жүрген кезде сенің сол алаулаған сезімің қайда қалды келген үміткер болып? Біз өз арамызда шешіп алдық қой. Не деп айтты? Айтшы. Қандай қырық өтірігін қайсысын айтты? Айтшы оны. Көрсетуге, өзімді сөйлеп мына жерде көрсетуге талпынып қалар едім. Маған эфир керек емес. Мен сіздердің қастарыңызда жүргім келсе де сіздердің қастарыңызда жүруге тырысатын едім. Маған тек өзімнің таңдауымды жасап келдім. Бұл жерде екеуміз жұп болған да жоқпыз, басқа ешқандай таныс. Сондықтан да шақырылмаған тойға бардым десейші. Барғанда да біз тойды құттықтап қайтып кеткен болатынбыз. До конца ол жерде отырған жоқ. Жарайды. Менен кейінге дейін қалған сияқтысыздар. Сіздің айтқысы келгені шынымен де айтып отырған сөздерінің жаны бар. Эфир үшін келді. Неге? Өйткені қазір біздің көзімізге андай болып көрініп тұрды. Бір араларыңызда бір шынайылық жоқ. Шынымен де Қарлығаштың сторонасына мүлдем шынайылық жоқ. Жай ғана Диастың көзіне күйік болу үшін келіп отырған сияқты. Бізге солай көрініп тұр. Жанболат, түсінесіз ғой, осы жерден бері туған күнде жаңа Ақтөбе басқасы бар, солармен билеп алып келіп алып үміткерін ортада отырма, басқаша әңгімелерді айта беру керек та. Бірден атылып ұра берудің қажеті жоқ. Үшінші рет келсе келген шығар, бірақ енді тап сен айтпақ қой, басқа адамдар бар ғой айтатын оны. Нұржан, енді менің басыма не істеу керек жоқ. Мен пікір ретінде айтып отырмын. Жоқ, енді не көріп аттың ана жерде екеуің қырылып атқандарын көріп та босқа. Айқайлап, тоқта деп қойшы, андай. Кинодағыдай ше. Просто бір-біріміз тыңдамай атық та біз. Жауласып атқан дымыз. Хотя бы в сравнении, я Жанболат андай сен сияқты есік мына жерде итерсең ашылатын есік қой деп айтқан жоқ. Қарлығашты алып қалатындай іс-әрекеттер жасады да. Ұнамайтын нәрселерін ысырып тастады деген. Сізде қарап алсай, сосын осы жаққа пікір айтасың ғой. Дұрыс қой, Жанболат ол кезде өзі не істеп отқанын білмей ми ашып отты ғой. Ол кезде ол қыздың вообще жұмысы да болған жоқ қой негізі. Отыр деп те айтқан жоқ. Қарлығашқа осы именно Қарлығаш енді Аидаға қатысты материалға ренжіп қалды ғой. Ол алып сыртқа шыққаннан кейін Аидаға байланысты бүкіл материалдары алып тастады дейді. Инстаграм желісінен де алып тастады деп жатыр. Әрекетін хотя бы жасап жатыр. Қыздың көңілін жаулап алу үшін. Сен сияқты емес деп жатырмын да. Енді сол кездерде бір есіктің қай жерде екенін білмеген үміткер деймін да. Қазір есік-тесікті білетін қатысушы болып отыр ғой деп атым. Сияқты Қарлығаштың да ойы сондай шығар деген сияқты ой келеді. Ол жерде бірдеңе дұрыс емес негізі. Өйткені қарап тұрсаңыздар, бағана бәрі айтып жатыр, шынайылықты көре алмай жатырық біз дейді. Бұл енді Жанболат, бұл жерде талай жанды көргенбіз біз. Шынымен өзінің сызба нұсқасын құрады да ше олар. Сызба нұсқасын құрып, ішке келеді да, іске асыра алмай, арты ашылып кетіп қалатқан жанды көргенбіз, масқара болып. Сол үшін, егер де сызба нұсқаларың болатын болса, екеуіңнің бұл нәрселердің барлығы. Ол кезде ғұмырларың ұзақ емес деп айтқым келеді. Сондықтан барынша шынайы нәрсе болса, ғашық болсаң да бір-біріңе соны көрсеткен дұрыс деп ойлаймын. Өйткені екеуінің араларында барлығы білініп тұр, алдын ала келісілген нәрсе екені. Құрған сызба нұсқалардың барлығы бізге айдан анық көрініп тұрған. Сызба нұсқа болғанда бізде сызба нұсқа құратындай уақыт болып жатқан жоқ ша. Кешке жұмыстамын, суббота воскресенье стройкадамын, короче. Уақытым жоқ, шынымды айтсам. Былай шынайылық. Айта бер. Иә, сіздерді алудан да пайда жоқ деп ойлаймыз. Түсінбей жатырдан, Жанболат пен Диас негізі айтып жатсың ғой, жаңа бірдеңе, бұл жерде бірдеңе дұрыс емес деп. Жанболат пен Диастың арасында бірдеңе дұрыс емес негізі. Осы екеуі ұйымдастырып отқан сияқты, осы нәрсенше бір қырылып отқан кімді көріп отырсың? Соны айтам. Мен Диаспен қырылып отырмын ба? Біз пікір айтып жатырық. Ол пікірін айтып жатыр, мен өзімнің пікірімді айтып жатырмын. Жоқ, енді Нұржан бір үйде тұрып жүрген, досым деп жүрген Абылаймен сен қалай мына жерде шырпыр болдың? Енді ол бірақ сыртқа шыққанда бәрі араласып бір үйде тұрып жатыр ғой. Мен сендер сияқты ондай нәрсе жасап отқан жоқпын да. Мына жерде отырасыңдар да, сыртта бәрі жақсы да, бірақ мына жерде тоқта деп қойғандай. Бәлкім Ақеркен оны шығып отқан екеуің бірге жоспарларын шығар. Абылайын аяқтан туған күні мен құттықтайды, сен ана жақтан шырпыр боласың. Бәлкім бұның бәрі жайдан жай емес шығар.
Сен, значит, Абылайға айтып қойғансың, сен туған күнмен құттықта, мен эфирда шырпыр болып жанам деп, ақеркен солай түсіріп отқан шығарсың. Енді оның біз қайдан білеміз? Оның енді Сол сияқты мен айтып жігіттік алайын. намысы оян маған енді жігіттігін көрсетіп маған айтпағаннан кейін оған мен не кінәм бар? Мен ол нәрселер үшін мен шырылдаймын. Тесік намысың өйтіп мақтана беруің керек. Басылыңыздар. Баусаған, не болды сендерге? Нұржан кішкене жерге түс. Сен ана кішкене ойланып сөйлесейші. Тоже аузымен кетіп сөйлей бермей. Бұл жерде актер сен ғой, бұл жерде ойнатып отқан. Біз шынайы адамбыз, біз шынайы үйленуге келген адамбыз. Жанболат та шырылдап отқаны, ол өз үміткер үшін ол сөйлеп отыр. Сөйлейтін жігіт. Мына жерде Ақеркен құттықтасам, сен оны әңгіме қылмай-ақ қой, әңгіме қылатын нәрсе де емес. Тоқташы. Сен сол құттықтағың келсе, маған жағаласпай-ақ құттықтамайсың ба өзің? Маңдай әңгіме ғой, бұл жерде күре тамырыңды шығарып жынанайтын дүние емес. Егер біз Жанболатпен келісетін болсақ, біз басқа дүние істейтін едік мүмкін. Сендер сияқты, Абылай екеуің сияқты андай. Мысалы, қарап тұрсаңыздар, кімнің Ақерке қол дейді ғой, оның қолығы сыртынан шығып тұрады да, ал бұл кісінің қолығы ішінде. Бұл менің шырпыр болатыным, бұл жерде Жанболатқа емес, Жанболат Қарлығаштың атынан жауап беріп жатқанына. Дұрыс айтып отырсың негізінде. Біз осы студияда осы жерде не көріп жатырмыз? Кино сияқты көріп жатырмыз, халықта сөйтіп көріп жатқан шығар. Бірақ өз сыртқа шыққан кезде негізінде Нұржан мен Абылай Тыңдай қояйыншы деп едім, екеуіңіз қайтадан ұрысып кеттіңіздер бір-бірлеріңізбен. Керек емес. Жанболат пен Қарлығаш туралы айтсаңыздар, соны айтыңыздар, айтпасаңыздар қойыңыздар. Ғалымжан. Жігіттер, сендер түсінбен базарда саудада жүрген жоқсыздар, баж ет қойыңдаршы болды. Да Қарлығашқа бәрі тиісіп жатыр ғой. Бұл жерде менімен де таныстықта болды мысалға. Мен мақып келмедім, жан дүниеміз Диаспен келмеді, может Жанболатпен келетін шығар деп отырмын да. Сол кезде мен айтайын дегенім, алдында Ернардың үміткерін алып қалған Жанболатқа сұрақ қойым келіп отыр. Сол кезде ортаға бір сыйлық келген сияқты еді, вроде тәттілер. Сол кезде бір надпис болған, жазу. Сен үміткеріңді қайтаратын шығарсың деген үміттемін дейді. Сол кезде мен ойлап жатырмын, может Қарлығаш па әлде басқа қыз ба деп отырмын да. Ернардың үміткерін алып қалып сол кезде таныстықта жүрген кезде, Жанболат ортада отқан кезде бір сыйлық келген болатын, кімнің есінде болса, тәттілер деп айтайыншы. Сол кезде бір жазу болған ішінде. Сен үміткеріңді қайтаратын шығармын деген үміттемін деп. Иә, сол кезде мен ойлап отырмын, может Қарлығаш па әлде басқа қыз ба? Сол Жанболат білетін сияқты ма деп отырмын. Жанболат. Тіпті ол нәрсені ұмытып кете жаздаппыз. Сыртта сөйлесіп шешіп қойған жоқсыз ба? Қой жоқ, ондай. Сондай әдетіңіз бар еді ғой. Ондай не болған жоқ. Әлде Қарлығаштан келді ме? Қарлығашты ол кезде мен танымайтын дедім ау деймін, қатты бір аса бір ше. Бізде ол кезде Диаспен таныстық болды ғой. Бірақ сол кезде үміткерін қайтарып жіберді да бұл кісі. Енді не ситуация болған барлығын көрдің. Дұрыс қой. Енді сен болмашы Ал дүниеде бірақ жақсы үміткерлерін қайтарып жүрсің енді. ғой. Ал кім келгенінен хабарыңыз бар ма? Бәлкім қызыққан шығарсыз, өзіңіз де білуге тырысқан шығарсыз. Сыйлық. Жалпы ол туралы ешқандай бір бүйтіп айтатындай ешкім тапқан жоқпыз да, іздеген де жоқпыз. Инстаграм желісінде бөлістім. Бірақ кім екені сол күйі белгісіз болып Мен қалды. Қарлығашпен таныстықта болдық той. 5 рет ортаға шықтық. Сол 5 рет ортаға шыққанның өзінде мен айтып отырдым ғой, бір макарон дайындап берші деп. Сол бір макаронға жар болып қалған адаммын. Соған енді ана кімге Жанболатқа подарка әкеледі деп ойламаймын. Мен айттым ғой, саған тамақ істей алмаймын деп. Істегім келмеген шығармын, может мен. Жанболатқа бәлкім сыйлық бергіңіз келген шығар. Жоқ, ол кезде мен болған жоқпын. Сіз емес. Мен емес. Баусахан, Иә, Айжан. осы жерде енді Қарлығаш қош келдіңіз. Тағы да мынандай да енді Қарлығаш ортада кезде бір жағынан қиын сияқты өзіне де бар ғой, өйткені жаңағы үш жігіттің бірде аты аталады да, Ғалымжан бар, Диас бар, мына жерде енді Жанболат кірісті да бұл тірлікке. Қарлығаш, осы әңгімелер сізге жақсы ма? Жаңа эфир үшін емес дейсіз да, бірақ осы жерде сол сұрақтың түбі жатыр деймін да. Эфир үшін емес болса, үш жігіттің аты бірдей аталмайды. Мына жерде Нұржан мен Абылай екі ортада не болып қалды да жаманатты болып. Бұл жерде бұл екеуінің түк қатысы жоқ. Жалпы енді қызды кінәлап жатыр ғой, хайп үшін келген деген секілді. Бірақ мен бұл жерде Жанболатты да айтқым келіп отыр да, жаңа айтып қояды ғой. Хайп үшін болса мен Айданы шақырып алатын едім деп әлдеқандай болып отыр да. Айда, Жанболат, сіз жалынсаңыз да сізге үміткер болып келмейді, мен сізге айтайын. Өзіңіз де бір әлдеқандай бір ортаға шыққаннан кейін білмеймін, андай көтере алмай отырсыз ба, бір Нұржанға да қарсы сөйлеп, жігіттерге ауыр сөйлеп, кішкене сәл басылыңыз деп айтқым келеді да. И қыздардың тарапына олай айтудың қажеті жоқ. Басынан бастап айтайық, 3-4 сұрақ болып кетті, қиын болып кетті. Басынан бастап айтатын болса, Айдан ешқандай түсіріп отқан жоқпын мен. Хайп керек болса, мен мына жерге Айданы шақырып алатын едім деп отырсыз да? Мен өзімде келсе де келмесе де мен өзім өтінішім жасаған болатын едім ол кісіге. Например, қатты керек болса маған. Ал жігіттерге атылып сөйлеп жатсың деп жатсыз. Қай жігітті көрдіңіз, мына жерде есі дұрыс пікір айтып жатқан?
қандай дені дұрыс пікір айтып жатыр. Сонда дені дұрыс Бір минут, пікірді сіз мен ғана айтып отырсыз ба? айтып Жанболат? алайын да енді. Сөзім бөлмей тұрасыз. Қандай Қалыңыз керемет пікір естіп жатырық біз. Ұлдардың тарапынан маған қарай, қызға қарай айтылып жатқан. Қызды түсірме дейсің да, өзі қызды қорғап отырсың. Мына жақта қызды қалай түсіріп жатыр осы еркек қауымы? ол әліңді құмарсқа жолыңды біл дейді. Кішкене жігіттер қарашы, сен ортаға тыңдайық шығасың да, сөзін соңында. жоқ баласағам айтып тастайыншы, қай жігітті көрдің дейді. Сен кішкене қарап, сонда саған мынау үшін біз сен мақтау керек болсасын да, кішкене, ей, Жанболат, түс кішкене аспаннан. Біз саған анда, мен өзімнің андай, типа сен басып атқан жоқпын мен, басыл деп атқан жоқпын. Жай ғана адекватный пікір айтқан кезде, қай жігітті көрдің деп көкірегіңде кермей түсіндің ғой. Сен реклама болсыншы, сен өзгересің сразу. Қазір басқаша отырсың, реклама біткеннен кейін сен басқа Жанболат боласың. жеміс-жидектер Я болса ханым, бұл жемшидектер перизатқа қолдаушыларынан. Может, это какой-то причина. иә Наша любимая Перизат, знай, что мы уважаем твой выбор и всегда будем тебя поддерживать. Мы тебя любим. Менің қолдаушыларым ең жақсы қолдаушылар өзі. Әр заман мені қолдап келеді. Рахмет, үлкен алтындарым, мен сіздерді өте жақсы көремін. жақсы Қарлығаш, негізі көптен бері айтылып жатқан ойдың пікірдің барлығы қаншалықты Қарлығаштың ойы сезімі шынайы деген нәрсе ғой. Басылдыңыздар ма жігіттер? Оны ашуланған жоқпыз негізі. Просто мен айтатыным, жоқ, Жанболат, сенің дәрежең биік болсын. Мен ештеңе демеймін, халықтың алдында, қатысушы алдында ше, просто. Бірақ сен өзің басқаша отырасың. Мияқта басқаша отырсың, ортаға шыққан кезде сәл тәкаппарлығың оянады. Әйтпесе мен саған артық, басыл деп, мен саған атылғым келмейді. Жай ғана сен өзгермеші, мен саған сол айтқым келіп тұр. Өзгермеші. Қандай Жанболатсың, сондай болшы деп айтқым келеді, болды, сол ғана. Айтып отқанға толықтай қосыламын. Өте орынды айтып отырсың. Бірақ мен қалай жанбаймын мына жерде, қалай ашуланбаймын. Мына жерде мен таңдап қыз келіп тұр. Дұрыс қой? Сіздер ол кісіні қатты максималды түрде төмендетіп жатсыздар, төмендетіп. Бір адам айтса жарайды, екі адам айтса жарайды да. Мына жерде отқан адамдардың 50% солай айта береді. Одан кейін мен бұл кісіні қорғау мақсатында мен сондай өзім қорғанышымды қоямын. Сізде бұл кісінің тарапынан кішкене өтіп, былай болып жатыр екен ғой деп түсіністікпен қарайтын болсаңыз, бұндай дүние болмайды да. Просто мына жаққа қыздың тарапына аса қатты әңгімелер өте көп қарқынды түрде келіп жатыр. Бір емес, бірнешеуі келіп жатыр бірден. Одан кейін мен қалай өзгермеймін бегі? Болат, қара, іс-әрекеттерің соған сай болатын болса, сені қолдайтындай іс-әрекет болатын болса, біз ештеңе демейміз емес біз саған. Біз пікірімізді айтамыз адекватный түрде. Сен просто істейсің істеріңді, айдамен кездесесің, шақырып аласың, оның барлығы біздің саған қарсы болуымызға бәрібір де себеп бола алады. Сен өзің қатеңді түсінбейсің, бірақ біздің пікірімізден қате іздейсің. Мен сол айтып жатырмын. Бірінші өзіңді жөндеп ал, жанындағы қызың жөндеп, одан кейін бізге айтасың. Қыздар, жігіттер, айтайын, бұл жерде жігіт болғаннан кейін, ер азамат болғаннан кейін қандай жағдайда қыз баласын қорғақсы келіп кетеді. Жанболат, бұл кісілердің де айтқан сөздерінің кейбір жері орынды. Неге? Себебі сіз жоба шартына қарсы нәрсені жасадыңыз. Содан кейін бұл кісілер неге әділетсіз деп ойлауы мүмкін. Сондықтан соны ескеріңіз. Перизат. Болса ханым, Қарлығашқа бары қадалып қалды ғой. Біз де бұл жерде өз бақытымызды іздеп отырамыз. Не үшін Қарлығаш өзінің бақытын тапқаны лайықты емес? Ғалымжанмен болмады, Диасменен болмады. Бірақ әзір Диас Қарлығаш түсіргені өте дұрыс емес. Өте әп-әдемі қыз, может что-то у них получится. Тек қана бақыт тілеп қойсаңдар болады қой. Сіздер бәлкім айтып жатсыздар, хайп үшін келді, эфир үшін келді деп. Бәлкім бәрі мүмкін. Бірақ та мен бұл кісіге дәл қазір сенім артып отырмын. Бұл кісі маған сенім артып отыр. Түсіністік танытуға тырысайық. Әрине жалғасады. Жалғасады.